90 оқиғасы жайлы өз ойларын білдіруге түрлі мамандық иелері келіп отыр. Ендеше сол кісілерді ортаға шақырамыз. Желтоқсан оқиғасы құйын 1986 операциясы деп аталады. 3 адам алаңдағы қақтығыста өлді. Тағы да үшеуі сол күні қаза тапты. Желтоқсан оқиғаларынан кейін ішкі істер органдар фамилиясын, тіпті нөмірлерін көрсетпеген тағы да 58 адамды көмді деген күдігіміз бар. Тіпті мәйітті танымаған жағдайда нөмірленетіні белгілі. Мыңдаған адам жарақаттанды. Көбісі жарақат алды, жүздеген студент оқудан қуылды. Желтоқсан қуғыншылар қыс бойы жалғасты. Жастарға бұрқасқан 86 жоспар іс-шаралар бойынша жасалынды. Жастарға өрт сөндіру машинесімен, суық сумен атқылаумен дайындықтан өткен иттерді салып қойған. Алматы қаласымен қатар Тараз, Қызылорда, Шымкент қалаларында да толқу болып өтті. Ляззаттың ауылында дүбірлең болып жатқанда, ойбай, көрші ауылда тағы бір студенттің сүйегін ал кетіпті деген сыбыс қоша шығып, онсында іркесіп тұрған елдің күдігі күшейе түсті. Оның ат жөнде белгісіз еді. 3 жылдан кейін ғана белгілі болды. Ол Ербол Сыпатаев еді. Сонымен қатар желтоқсан оқиғасының тағы бір құрбаны Сабира Мұхамеджанова. Ол да желтоқсан оқиғасының құрбаны болып кете берді. Сабитова Жансая Әлкейқызы 5 жылға, Сыдықова Нағима Асқарқызы 3 жылға сотталды. Бас аяғы 20 ару қыз бас бостандығынан айырылды, әрқайсысы әр жылға. Екеуі еңбекпен түзеу жұмысына тартылды, біреуі қара жұмысқа жіберілді. Сол кездегі ішкі істер министрінің мәліметі бойынша тосқауылға 500 адам жетпеген. Қазақтың нашақор жастары орыстарды қырып жойып барады деген хабар таратуда. Медібаев Қамедет деген. 22 өрт сөндіру машинамен су шашу операциясы түнгі сағат 11-ге дейін жалғасқан. Болмаған соң қырып жойыңдар деген бұйрық берілді. Желтоқсанның ашық шындығы айтатын деректі бірнеше фильм түсірілді. Талғат Темабаев режиссерлігімен «Қызғыш қыш» атты фильм өмірге келді. Желтоқсан жаңғыры шет елдерге де жетті. Шетел азаматтары алаңға, шушыларға қолданған шараларға өз назарлықтарын білдірді. Әсіресе 6 ай жүрген тергеуден соң қазақ-түрік баласы Қайратқа өлім жазасына кесілуі қатты қобалжытты. Атап айтатын болсақ, Польша, Чехия, Түркия, Батыс Германиядағы түрік елі Карбашевке өлім жазасына кесілген қазақ студентіне кешірім беру жөнінде мәлімдеме хат жіберді. 1987 жылы 28 сәуірде КСР жоғары кеңес президиумының жарлығымен Қайратқа кесілген өлім жазасы 20 жыл бас бостандығынан айырумен ауыстырылды. 17-18 желтоқсанда Алматыда дәрігерлік көмекке жалпы 286 адам, оның 213-і ер адам, 70-і әйел адам, 281 қазақ, 2 орыс, 1 түркімен, 1 шешен, 1 армян, 86 жұмысшы, 79 студент, 21 қызметкер, 15 оқушы, 82 анықталмағандар болса емханаға жатқызғандар, 83 адам, оның 70-і әйел адам, 70-і ер адам, 11-і әйел адам, 15 оқушы, 22 жоғары оқу орнының студенттері, 1 колхозшы, 1 жұмыссыз. Жарақат түрлері көбіне миы шайқалған, қол бармақтарына зақым келген, бүкіл денесіне зақым келген, жағы сынған, бас сүйегіне зақым келген, терілері сыдырылған. Осы жағдайға қарай отырып, жастардың бейбіт шерулеріне қанды қақтығысқа айналдырған анықтауға болады. Қазіргі таңда осы оқиғаға байланысты қазақ ақын жазушылары өздерінің өлең жолдарын, мақал мәтелдерін, әңгімелерін арнауда.
Сол 1986 жылы желтоқсаннан кейін Қарабауы, Қасқалдақ, желтоқсан желі әндері жарық көрсе, қазақ жастары алаңда Шәмшінің әні Қазақстанда орнатқан. Қазіргі таңда бұл ән мемлекеттің гимніне айналуы да бекер емес. Бүгін ортамызға келіп өз ойларымен бөліскен жандарға алғысымыз шексіз.